Ертеде кішкентай бір сүйкімді қыз өмір сүріпті. Ол әжесінің ең сүйікті немересі еді. Бірде әжесі немересінің туған күніне қызыл телпек сыйлапты. Қыз әжесінің сыйлығын басынан тастамай киіп жүретін болыпты. Содан бері бәрі кішкентай қызды қызыл телпек деп атап кетіпті. Қызыл телпек! Ей, қызыл телпек! Ей, қыз, бері қара! Не болды, мама? Бірлер шақырғаннан неге тезірек келмейсің, а? Берге! Сен қыз неге телефон ұстап отыра бересің, а? Мама, ойын ойнап отырамын ғой енді. Құр отқанша әжеңе барып кел орда. Мама, оның пенсиясы түсетін уақыт келген жоқ па? Пенсиясы түскен жоқ, давлениясы түсіп кетті. Самса апарып кел. Самса? Мама, обычно пирожки апарып жүредім ғой. Бір уақыт самса жесін да, пирожки жей бермей. Көріптім. Бар апарып кел. Қызыл телпек орман ішіне емес, сыртымен барып кел айналып. Ұқтың ба әжеңе? Абайлап жүр. Жарайды, мама, барып кел. Давай. Қызыл телпек абайлап жүр. Байқа. Сөйтіп қызыл телпек жолға шығады. Бірақ анасының айтқан сөздерін ұмытып кеткен қызыл телпек орманның сыртымен емес, ішімен жүреді. Тиындар жүр. Майы қасқыр болатын. Үйді атып лесқа шықпаса, адам қорқып жүрдің ғой. Давай басынан шаш, басынан шаш. Қорқып кеттің ба? Ұяда. Қайтын шайын ба? Давай. Майы бірақ тағы қорқып кеттім. Сен асығып атсың, что-то бар ғой. Асықпай жүрсең, орман сенікі ғой. Мен қашпаймын. Қашсам бәрі ұстап аласың ғой сен. Давай басынан. Спокойно шықшы. Қайтын басынан шайын ба? Иә. Кешірші. Давай. Бәсең мұны шықпайсың ғой. Бағанадан бері. Че там не болды? Че там дегенде корзинаңда не бар? Корзинамда ма? Ударить етсаған ойындар. Серьезно сұрап тұрмын ғой, айтсай. Серьезно айтайын ба? Ударить етсаған ойындар. Адам ұқсап сұрап тұрмыз ғой сені, айтсай. Корзинаңда не бар екен? Қасқыр, сен адамсың ғой не? Сен қасқыр емессің ғой? Корзинамда не бар екен айтайын болғанда? 1 килограмм ұн, май и қойдың еті. Че там? Самса ма? Я? Неге рецебін айтып тұрсың маған? Айта салмайсың ба самса деп? Просто әңгіме болсын деген ғой. Қаяққа барып жатсың? Әжемнің үйіне бара жатырмын. Әжең үйі қаяқта? Орманның шетінде. Әжең жалғыз тұрады ма, әлде шалы бар ма? Шалы жоқ, бір өзі тұрады. Онда давай. Давай, онда қасеке. Анақпен бар, сол жақын жол бар. Болды, от души, қасқыр братан. Мен алыс жол бердім ғой. Кете берсін. Мен жақын жолмен барам да. Жейжім әжесін. Бұл кім? Әже, мен ғой немереңіз. Қызыл телпек. Қызыл телпек сен ба? Анам жіберді мені. Сізге самсап келдім. Ана есіктің тұтқасындағы жіпті тартсаң, есік ашылады. Сөйтіп қасқыр қызыл телпектің әжесін жеп қояды. Қарын тойды. Надан кейін салқын кола болса болды ғой. Күшті болар еді.
Қызыл телпек келетін уақыт болды. Мен өтірік әжесі болып жата салайын. Әжесін чықпай. Ал, қызыл телпекті күтеміз ал. Бұл кім? Әжемнің даусына не болған? Тамағына суық тиген шығар. Әжемен ғой немереңіз, қызыл телпек. Қызыл телпек сен ба? Тұтқаның қасындағы жіпті тартсаң, есік ашылады. Әже, жағдайыңыз қалай? Жақсы. Кел, жақынырақ отыр. Шаршаған шығарсың жолдан. Кел. Әже, қолдарыңыз неге үлкен болып кеткен? Сені жақсы құшақтау үшін. Ал көздеріңіз неғып бақырайып үлкен болып кеткен? Сені жақсы көру үшін. Ал құлағыңыз неғып қалқиып өсіп кеткен? Сені жақсы есту үшін. Ал тісіңіз неге өсіп кеткен? Сені тежеу үшін. Мына қасқыр ғой. Қасқыр жатыр. Қош, құтқарыңдар, көрмеді. Осы сәтте қызыл телпектің әжесінің үйінің қасынан орманшы өтіп бара жатып, қызыл телпектің көмек шақырған дауысын естіп, үйге кіріп келіп, қасқырды атып, қызыл телпек пен әжесін құтқарып қалады. Қасқыр жебере атам. Жебер. Пок. Рахмет. Орманшы братан, рахмет. Аттыршы. Өл қасқа, өл, сол керек. Ал достар, бүгінгі біздің сіздерге арнап түсірілген әзіл ретіндегі ертегіміз осымен аяқталды. Біздің арнаны қолдап кетіңіздер. Достар, бүгінгі біздің түсірген видеомыз сіздерге ұнаған деген ойдамыз. Біздің арнаға міндетті тіркеліп, лайк басып, комментарий достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.